Сәлем достар, сіздермен бірге қысқаша кино. Бүгін мен сіздерге Палмер фильмін қысқаша айтып беретін болам. Эдди Палмер көптеген жылдар бойы түрмеде отырып, туған жеріне қайтып келе жатыр. Оны есіктің алдынан өзінің әжесі күтіп алды. Немересін көрген әжесі қатты қуанды және жігітке арнап жеке бөлме дайындап қойған. Жігіт терезеге қарағанда трейлерде өмір сүріп жатқан баласы бар көрші әйелді көрді. Ал тамақ жеп жатқанда әжесі жаңа көршілер туралы айтты. Көрші әйел маған ұнамайды. Егер оның баласы болмағанда, баяғыда оны қуып жіберетін едім дейді. Сонымен қатар қамқор әжесі немересіне бірнеше кеңес береді. Жігіт бостандыққа тезірек үйрену үшін жұмыс табу керек. Және әр жексенбі күні шіркеуге барып құлшылық жасау керек екен. Біздің батыр жеңілдікпен босатылған еді. Сол үшін де 2 аптада бір рет полиция бөлімшесіне келіп, қанында есірткі жоқ екені туралы тест тапсырып тұрады. Жігіт келесі күннің барлығын жұмыс іздеумен өткізді. Ал кешкісін барға барып, ескі достарымен көрісуді шешті. Достарының барлығының отбасы бар екен. Тіпті біреусі полиция бөлімшесіне жұмысқа тұрған. Көп ұзамай осы барға трейлерде баласымен өмір сүретін қыз келді және дереу жігітке қырындай бастады. Осыдан кейін екеуі трейлердің ішінде түнді бірге өткізді. Ал таңертең Палмер ыңғайсыз жағдайда көшеге шықты. Оның жасаған тірлігі әжесіне де белгілі болып қалды. Эдди, просыпайся, мы из-за тебя опоздаем в церковь. Жігіт жасаған тірлігі үшін ұялып тұр, бірақ та шіркеуге баруға келіседі. Көліктің артқы бетінде кішкентай бала Сэм де бар. Ол кешегі көрші әйелдің баласы еді. Жолда балақай Палмердің анасымен бірге киімдерін шешіп тастап жатқандарын көрдім дейді. Ал бұны естіген әже дереу әңгімені басқа жаққа аударып жіберді. Шіркеуге келгендердің барлығы Палмерді көріп бір-бірімен пыш-пыш әңгіме айта бастады. Ал сыртқа шыққанда шеф полиция келіп, жігітке өзіңді дұрыс жағынан ұста дейді. Сонда досы әкесінің әңгімесіне ыңғайсызданып қалды. Бірақ та Палмер ештеңе болмағандай бір қалыпта тұра берді. С этим парнем явно что-то не так. Үйіне жеткенде бала әжеге алғысын айтты және Палмерді де құшақтап қояды. Таңертең әже жігітті дүкенге жұмсайды. Жігіттің қолына ақша мен алу керек заттардың тізімін берді. Дүкенде жігіт кассаға жақындағанда жұмысшы керек деген жарнаманы көрді. Сонда кассадегі қыз анкета толтырып кетіңіз дегенде дереу менеджер келіп, өкінішке орай вакансия бітіп қалды дейді. Осы бір кішкентай қалада Палмердің түрмеден шыққанын барлығы біледі. Сол үшін де бұл жерде жұмысқа тұру жігітке әзірге қиын. Үйде әжесі жігітке Сэм бірнеше уақытқа бізбен бірге тұрады. Себебі оның анасы тағы да бір жерге кетіп қалған дейді. Кішкентай бала өзін өте қызық ұстайды. Әженің түр-әлпетін қуана-қуана әрлеп береді және кішкентай кукласын қолынан тастамайды. Парни в куклы не играют. Ал кейін тамақ үстінде әжесі немересіне дүкеннен қалған барлық ақшаларымды қайтар дейді. Оның ойынша жігіт ақшаның бір бөлігін өзіне алып қалған сияқты. Сонда Палмер айыптаған үшін көңілі түсіп, әжесіне ақшаларды қайтадан сана дейді. Келесі күні Эдди жергілікті мектепке келді. Бұл жерге тазалаушы адам керек екен. Кездесу кезінде жігітке бұрын-соңды сотты болған үшін директор қарсылық білдірді. Алайда жігіттің өмір баянын тыңдап, завхоздың кеңесімен жігітке бір мүмкіндік беруді шешті. Ал кешкі ас кезінде Сэм әжесіне кешірім сұрау туралы есіне түсірді. Күндіз әжесі ақшаларын санағанда барлығы орнында екен. Осылайша балақайдың айтуымен әжесі немересінен кешірім сұрайды. Осы кезде телефон қоңырауы әңгімені бөліп тастады. Меня взяли. Поздравляю, Палмер. Келесі күні завхоз жігітке инструктаж өткізеді. Содан кейін жігіт жұмысқа кірісті. Ал кейін Палмерге Мэгги ханымның сыныбында салқындатқышты жөндеуді тапсырды. Бұл жерде Мэгги Сэмнің сынып жетекшісі екен. Сонда бала жігітке қолын көтереді. Бірақ та Палмер бұған назар аудармай жүре берді. Мектепте Сэм басқаларға ұқсамағандықтан барлығы оны мазақ етіп күледі. Бұны Палмерді байқады, бірақ та ештеңе жасамады. Біздің басты кейіпкердің өмірі жаймен деп жақсара бастады. Ол жұмыс жасайды, жексенбі күні шіркеуге барады және жаймен деп қалаға да үйренісіп қалды. Я Пенелопа, а это мое небесное королевство. Бір күні Эдди әжеден бұрын тұрып алды. Бұндай нәрсе бұрын-соңды болмаған еді. Сол үшін де Эдди дереу әженің бөлмесіне келді. Алайда бөлмеге келгенде әже қайтыс болған екен. Ал қоштасу сәтінде Сэм жігітті қолдау үшін оның қолынан ұстап тұрды. Біздің басты кейіпкер әжесінің өлімін ауыр қабылдады. Ал кешкісін көптеген ішімдік ішті. Куда мы едем?
Келесі күні Палмер баланы полиция бөлімшесіне әкелді. Ол баланы билікке тапсырғысы келеді. Сонда таныс полицейский баланы анасы келем дегенше уақытша өзіммен бірге алып қал дейді. Бірақ та Эдди балаға қарау менің жұмысым емес дейді. Сонда досы Сэмді балалар үйіне тапсыратынын айтты. Бұған Палмер келісіп, үндеместен бөлімшеден шықты. Бірақ та көлікке жақындағанда ұзақ ойланып кете алмады. Ал келесі сценада екеуінің бірге үйге келгенін көреміз. Біздің батырға бұндай шешім қабылдау оңай болмады. Ол бұрын соңды бала бағып көрмеген. Бірақ та бала өте зерек және ақылды. Ол бұндай өмірге үйреніп кеткен және кереметтей бақылауды талап етпейді. Бір күні апайы Мэгги баланы үйіне әкелді. Ол мұнда баланың қандай жағдайда өмір сүріп жатқанын бақылау үшін келген екен. Бұл жерде барлығы дұрыс екеніне көзі жеткен соң қыз бірдеңе керек болса хабарласарсың деп нөмірін қалдырып кетеді. Ты мылся сегодня? Нет. Осылайша бірте-бірте біздің басты кейіпкерлер бір-біріне үйренісе бастады. Екеуі бірге мектепке барады және көп уақыттарын бірге өткізетін болды. Бір күні футбол кезінде екеуі Мэггиді кезіктірді. Сонда қыз Сэмға осы демалыста бірге боулингке барайық дейді. Бірақ та бала Палмерсіз барғым келмейді дейді. Қайта-қайта үгіттеуден соң жігіт боулингке баруға келісті. Стадионда Эдди футбол тамашалауда, ал Сэм болса қыздардың биін қайталап жүр. Осылайша демалыс күндерін барлығы өте жақсы өткізді. Ал үстел басында тамақтанып отқанда үлкендер өткен өмірлері туралы айтты. Сөйтсе Мэгги бұл қалаға сәтсіз некесінен кейін келген екен. Ал Палмер болса көптеген жылдар бойы түрмеде отырғанын жасырмады. Екеуінің де тағдырлары ұқсас, себебі екеуі де осы қалаға барлығын басынан бастау үшін келген еді. Уақыт өте келе Палмер әке сияқты қызмет атқаратын болды. Ол Сэмға күнде таңғы асын береді және мектепте оған қарайласып жүреді. Онымен қоса жігіт кештетіп барға баруды да қойды және өзінің өмірін мысал етіп әрбір жаман тірлік үшін сен осы өмірден жазаңды алмай кетпейсің деп түсіндірді. Осыдан кейін көп ұзамай Сэмнің де туған күні келді. Туған күнді өткізуге Мэгги де көмектесті. Осыдан кейін екеуі әңгімелесіп тұрғанда Мэгги көптеген ашылмаған хаттарды байқады және осыларды ашып көрейік дейді. Хаттардың арасынан адвокаттан да хат келген екен. Бұның ішінде мұрагерлік туралы айтылған. Осылайша телефон арқылы сөйлескенде Эдди үйінің сатылымда тұрғанын білді. Ал қалған дүнияның барлығы шіркеу үшін қайырымдылыққа тасталған екен. Енді жігіттің үйді босатуға 30 күн ғана уақыты қалды. Такова ее воля? Боюсь, что да. Жағымсыз жаңалыққа жігіт ашуланып қалды. Бұны баламен сөйлесу кезінде де байқауға болады. Хэллоуин мерекесіне дайындық басталып кетті. Осылайша дүкенге келгенде бала өзінің сүйікті мультфильміндегі Ханшайым Пенелопаның киімін киемін дейді. Алайда Палмер Сэмнің ойын өзгерткісі келді. Оның орнына Ханзаданың киімін немесе пираттың киімін кисеңші дейді. Палмер балаға сенің жасындағы балалар өте қатыгез. Егер де қызға ұқсап киінетін болсаң, олар сені келеке қылып мазақтайды дейді. Бірақ та Сэм берілмей өзінің айтқан сөзінде тұрып алды. Осылайша кассада тұрғанда Палмерге әжесіне таныс бір әйел келді. Әйел адам жігітке қылмыскерсің деп айқайлайды. Онымен қоса, сен балаға қарауға мүлдем лайықты емессің дейді. Сонда Сэм Эддиге қолдау білдіріп, кемпірге сен біреудің ісіне араласпа дейді. Я позвоню в опеку. Хэллоуин мерекесі басталды. Балалардың барлығы өздеріне үйлесімді киім киіп келген. Сонда сыныптастары Сэмді мазақ етіп күле бастады. Бірақ та Мэгги ханым осылай болатынын біліп, әдейі еркектің киімін киіп келді. Мэгги көңілді жүріп, мереке кезінде кім қалай киінгісі келсе өзі біледі деп түсіндірді. Және бұда тұрған ештеңе де жоқ деп айтады. Ал кешкісін біздің батырлар Мэггидің үйіне мерекелік кешке келді. Біраз уақыттан соң ересектер жеке қалғанда Мэгги жігітке не үшін сотталғаныңды айтшы дейді. Палмер университеттің футбол командасында өнер көрсеткен, бірақ та травмаға байланысты ол жерден шығып кетті. Ал үйіне оралғаннан кейін көп уақытын достарымен өткізетін болды. Және күндердің бір күні олар үйді тонайық деп шешкен екен. Сол кезде үйдің қожайыны келіп үйін қорғай бергенде Палмер оны аямастан ұрып тастаған. Ал кейін полицияға түсіп қалғанда Палмер бүткіл күнәні өзінің мойнына алған. Ал қасындағы достары соның арқасында бостандықта. Осыдан кейін екеуі үйге келіп, сезімдеріне ерік беріп қойды және түнді де бірге өткізді. Кейін жігіт мектепте компьютер сыныбына кірді. Бұл жерден баланы асырап алу туралы жергілікті заңдарды оқи бастады. Ал сабақтан кейін Сэм өзінің сыныптасының үйіне барып демалып қайтайыншы деп сұранады. Сонда Палмер осындай сәттерді пайдаланып, уақытын Мэггимен өткізеді. Сәл кештеу Сэм үйге жылап келді. Бет-аузының барлығына помада жағып тастаған екен. Бұны көрген Эдди тағы да басқа кішкентай балалар Сэмді мазақ қылған деп ойлайды. Сөйтіп балаға келесі жолы сені аямаған адамды сен де аяма деп кеңес берді. Бірақ та Сэм
мені мазақ қылған балалар емес, сыныптасымның әкесі дейді. Ал ол дегеніміз Палмердің бұрынғы досы екен. Стой! Куда ты идешь? Осылайша жігіт ашуланып барға кіріп, өзінің досын ұрып тастайды. Және екінші тұрған жігітке де барып, егер де полицияға арызданатын болсаңдар, сендердің ластерліктеріңді мен де айтатын боламын деп қорқытты. Түсінген боларсыздар. Бұл екеуі бұрын Палмермен бірге үй тонаған жігіттер ғой. Үйге келгенде Мэгги Палмерге бұл тірлігің дұрыс болмады дейді. Таңертең жігіт баланы қуантқысы келді. Енді ол балаға ұлым деп сөйлейтін болды. Және баланың жақсы көретін ханшайымдар клубына өтініш қалдыратынын айтты. Екеуі бірге сахнада не айтатыны туралы жазып жатыр. Осы уақытта Шелли келді. Ол баласын өзімен бірге алып, заттарымен бірге қайтадан трейлердің ішіне кірді. Күндердің бір күні Палмер үйінің жанынан полицейскелерді көреді. Билік баланы тартып алған екен. Онымен қоса анасын ата-ана құқығынан айыру туралы шешімді қарастырып жатыр. Бұны естіген біздің батыр дереу балаларды қорғау комитетіне келеді. Ол баланы уақытша асырап алғысы келеді. Сонда қызметкер жігіттің бұрын сотты болғанын біліп, сот болатын күні баланы саған бермейтіні анық дейді. Ал кешкісін Палмер Шеллиға келді. Ол Шеллиға қағазға өз қолыңмен қолыңды қойып, баланы асырау құқығын маған бер дейді. Бірақ та қыз биліктегілердің баласын қайтарып беретініне сенімді. Оның ойынша бала келгеннен кейін осы жерден көшіп кетіп жаңадан өмір бастайды екен. Пошел вон! Сот күні басталды. Палмер, Мэгги екеуі сот отырысына келді. Жігіт көзіне жас алып отырып, өзінің оқиғасын баяндап берді. Және баланы өзінің қолына өткізуін сұрайды. Алайда сот төрағасы бұлай жасай алмайтынын айтты. Және жігітке кейінірек қайтадан өтінім қалдырсаңыз болады дейді. Шелли қысқа мерзімге есірткі пайдалануын қойған екен. Сол үшін де Шеллиға баланы қайтарып берді. Біздің басты кейіпкер баланың қайтып келгенін бақылап тұр. Және өзі де үйді босатуға дайындалуда. Сыртқа шыққанда жігіт ұрсып жатқан дауысты естиді. Және трейлерге кіріп, төбелесті тоқтатты. Осының барлығына қарап, Палмер баланы алып қаланың сыртына қашып кетті. Және жанармай құю бекетінде Мэггиге хабарласып барлығын айтты. Сонда қыз баланы тезірек қайтар деп көндіруге тырысты. Хочешь вернуться в тюрьму? Ты этого хочешь? Үйге келгенде Палмерді көптеген полицейлер қаптап күтіп тұр. Сөйтсе Шелли баланы ұрлап кетті деп арыз жазған екен. Сонда досы айтады, анасы қазір балаға қарайтын жағдайда емес. Сол үшін де баланы Мэггиге апарып тастаған екен. Сонымен қатар досы болған жағдай үшін өкінетінін айтады. Сонда Палмер баланы балалар үйіне өткізіп жібермеуін өтінді. Біраз уақыттан кейін камераға полицейский досы кірді. Досы айтады, Шелли Палмерге дүкенге барып қайтшы деп өтініш қылған екен. Бірақ та өзі есірткінің құрсауында болғандықтан бұл нәрсені ұмытып қалған. Должок погашен? Да. Келесі көріністе барлығының пазл құрастырып жатқанын көреміз. Сонда есікті біреу тоқылдатып тұр. Бұл Шелли екен. Сөйтсе Шелли баланы асырай алмайтынын түсінген екен. Сол үшін де асырау құқығын Палмерге өткізуге келіседі. Сэм де бұл шешіммен келіседі. Сосын анасымен қоштасу үшін оны бір құшақтайды. Кейінірек Палмер заттарды алып кетуге келді. Ал үйі болса сатылып кеткен. Ал почтаны ашып қарағанда Сэмге жазылған бір хат бар екен. Хатты ашып қараса, Сэм феялар клубына қабылданған алғашқы бала болды. Достар, осымен фильм аяқталды. Егер сізге ұнаған болса, арнаға тіркеліп лайк басып кетейік.